Шеберлік каналы кәуапты үй жағдайында, яғни духовкада қалай дайындауға болатынын көрсетемін. Әрине, шашлық үшін бізге ең бірінші ет керек. Өздеріңіз қарайсыздар, сіздерге қайсысы көбірек ұнайды? Қой еті ма, сиыр еті ма, индейка ма? Бірақ сәл майлылау болған жақсы. Сол кезде бізде сулы, сочный дейді ғой, сондай болады шашлығымыз. Тағы да ірілеу қылып, жуып тазалап болғаннан кейін ірілеу қылып тураймыз. Неменде мынандай. Егер майда қылып турап қойсаңыздар, ол құрғақ болып қалады. Сондықтан ірілеу қылып тураймыз. Қазір осы етті мариновать етеміз. Мендегі 1 килограмм 700 болды. 2 килограмм аласыздар ма, көресіздер. Осындай үлкендікке, яғни 4 ас қасық кәдімгі пісте май. Сосын приправа, андай шашлыкке арналған. Приправа мынандай для шашлыка деген. Осыны 2 пакетигін қостым. 1 килограмм 700 грамм. Және де 1 шай қасық тұз қосып жатырмын. Приправаның өзінде де бар, бірақ жеткіліксіз деп ойлаймын. Енді осының барлығын араластырып, міне араластырып болып, енді бұны холодильникке қойып, ертеңге дейін болады. Сол холодильникте тұрады, кейін жалғастырамыз. Енді пияз аламыз. Пиязымыз міне мындай үлкендеу келген 2 килограммдай. Мүмкін кішкене 2 килограммды да асырды мүмкін. Неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы дәмді болады. Қазір осыны турап шығамыз. Турағанда да қатты жұқа емес, қатты қалыңда емес, сондай осындай көлемде тура берсек болады. Және де пияздың қандай да бір бөлігін былай тірідеу қылып жеуге де қалдырамыз. Қалауынша. Қаласаңыз бәрін салып жібересіз духовкаға, қаламасаңыз жаңағыдай қалдыруға да болады. Бірақ көбісі білетіндей шашлыкта олар тірідей. Осы пиязбен жейді. Сосын мариновать етілген пияз өте дәмді болады. Сізге мысал ретінде көрсетіп жатырмын, кішкентай ғана. Осылай тураймыз барлығын. Пиязым туралып бітті. Мына 1 пиязды алып қалдым. Өйткені мыналар көп болып көрінді. Енді бұған 2 ас қасық. Менде 70% уксус 2 ас қасық ғана қосып жатырмын. Егер сізде 9 болса жақсы, 100 мг қосу керек одан. Және де 2 ас қасық қант салып жатырмын. 2 ас қасық тұз. Енді осыған суды толтырып 40 минутта мен ұстаймын. Су толу керек бетіне дейін. Және де қаласаңыздар, бетін жауып бір ауыр затты қойып қойуға да болады. Өйткені пияздарымыз бетіне шығып кетпеу үшін, барлығы жақсы мариновать ету үшін. Міне су құйып көрсетейін, мынанша болды. Кішкене араластырып жіберуге болады. Қанты, тұзы сәл етсе, және де уксусы араластырылса. Енді осының үстіне тарелка қойып, және де 1 литр су қоя салам.
қоймаса да болады екен. Міне судың астында қалды. Осылай 40 минуттай, 1 сағаттай одан ары ұстамаймыз. Кейін сүзіп аламыз. Енді біз шашлыкты мынандай пакетке саламын. Көлемі 300-400 мм, сондай кішкентай болып тұр. Духовкам өзі кішкентай болғандықтан. Пиязымыз дайын болған кезде жақсылап сығып аламыз судан. Дайындап қойдым. Қазір бірінші пияз саламыз. Бірінші айтқанда астына төсейміз бірінші, етті бетіне саламыз осыларын. Жаңа айтқандай пияздан алып қаламыз. Шашлыкты жеуге. Осылай сала береміз. Міне төседім. Пиязымыз әжептеуір қалды. Енді етті саламыз. Етіміз айтып кетейін. Тағы бір пачкасын салдым. Жаңа приправаның. Өткені екеуі маған аздай көрінді. Яғни 60 грамм кетті. Ет тағы да айтып кетейін. Ірілеу қылып тураған себебі сондай сулы, сочный болу үшін. Осылай қазір сізге көрінеді. Үйде камераға сыймай жатыр. Бірінші 180 градуста істеймін, 30 минуттай жақсы бұқтырылу үшін. Кейін 20 минутты пакетін ашып тастап қуырамын. Сол кезде қызарады. Осылай салып шығайық. Мінекей салып шықтым барлығын. Бірнеше жерден ғана кесе салайын. Бүкіл пакетіміз жыртылып кетпеу үшін. Болды енді. Айтқанда 180 градуста 30 минут ұстаймыз. Кейін 30 минуттан кейін пакетті ашып тастаймыз да бетін. 200 градусқа көбейтіп, сәл қызарғанын күтеміз. Міне, бітті біздің шашлығымыз. Енді дәмі қалай болатын? Қасында дегустатор тұр. Соның пікірін білеміз. Міне, жақсы піскен. Қазір ғана духовкадан шығардым. Қалай? Дәмді екен. Рахмет. Да, болды енді. Барлығына астарыңыз дәмді болсын. көріскенше сау болыңыздар.